Айгөлек Нұрболатқа хабарласып кешірім сұрады. Күтпеген жағдай орын алды. Айгөлек қызымыз WhatsApp арқылы экс-күйеуі ұлының әкесі Нұрболатқа хабарласты. Қалайсың, мен Айгөлек, хан 2-ге толды. Білесің бе? Деп жазды Айгөлек Нұрболатқа. Өкпе ренішті қойып қайтадан бір-бірімізге мүмкіндік берген дұрыс па? Ханда әкесінің жанында болады деп күтпеген мәлімдеме жасады. Айгөлек тағы да әлеуметтік желідегі ресми парақшасында Нұрболатпен түскен суреттерін жариялады. Өлі, әп-әдемі отбасы болыппыз қойда. 2021 жыл 9 июнь ажырасыппыз, 2,5 жыл өтіпті. Сол аралықта 2 рет кездесу. Ханға аяғым ауыр кез. 8 айында хан өмірге келген соң 10 айында. Қайта қосылсақ отбасы боп кете аламыз ба екен? Деп көзіне жас алған реакциямен сторис жариялады. Мен армандап қиялдап жатқанда ол үйленіп алған болса, иә. Деді Айгөлек, сонымен қатар келіндік өміріндегі Нұрболатпен бірге тәтті сәттерін еске алды. Ме қазір өстіп көтерсе, сразу бел сынып больницаға кететін шығар, иә. Деді Айгөлек, естеліктер еске түссе күнсініп алам. Бұлай ойласам, жаман адам емес. Просто екеуміз ашу үстінде шешім қабылдап 2 жаққа кеттік. Уақыт көрсетеді. Деп Нұрболатқа деген өкінішін жазды Айгөлек қызымыз. Айгөлек келесі сторисінде тағы да күтпеген мәлімдеме жасады. Отбасында жанжал, реніш боп жатса, қол көтермесе, алқаш болмаса айтарым, ажырасу вариант емес. Сабырмен шешуге тырысыңыз. Біреу ажырас деп ақыл айтса, еріп кетпеңіз. Өмір сіздікі. Сіз өз өміріңізге өзіңіз жауаптысыз. Ешкім керемет байын бере салмайды. Деп жазды аяқ асты Айгөлек. Нақтырақ айтсақ, Айгөлек Нұрболатты кешірді. Нұрболатпен қайта қосылғысы келеді. Естеріңізге сала кетейік, жақында Айгөлек пен Нұрболат, Темірлан мен Мадина, Ая, Ерасыл және Сәбикөштің балалары 2 жасқа толды. Олар Қосылайықтың ең шынайы маусымында үйленді. Қосылайық пен бір болайықтың келесі маусымдарында 1-2 тоймен шектеледі. Үйлену тойынан кейін ажырасу немесе хайпқа толы. Мәселен, бітпейтін ажырасып қайта қосылуы орын алған Хуршет пен Нұржамалдың отбасылық хикаясы көрерменнің наразылығын тудырды. Кезінде коммерциялық жұп атанған Зухра мен Бексұлтанда ақыры 2 жаққа кетті.